Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіздер, жақсы. Бүгін сабақта кім жоқ? Староста. Бүгін сабақта 3 студент жоқ, ауырып жатыр. Абылғазина, Аватова, Алпысбай. Жақсы, отырыңыздар. Ал студенттер, бүгінгі сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Жақсы. Енді онда қазір 5 минут өзара жаңағы сергіту сәтін жасайық, барлығымыз орнымыздан тұрайық. Жаныңыздағы көршіңізге жақсы ықылас, бүгінгі сабаққа жақсы тілек тілеуін. Жанел, мен сізге бүгінгі сабақта барлық тақырыпты түсініп, ойыңызды жақсы жеткізуді тілеймін. Студенттер, бүгінгі сабаққа қазір бір-бірімізге, жанымыздағы көршіге өзіміздің тілегімізді, бүгінгі сабаққа деген ойымызды, пікірімізді жеткіземіз. Жанел, мен сізге бүгін сабақта тақырыпты жақсы түсініп, тақырып бойынша білгеніңізді ары қарай толықтыруды тілеймін. Айша, сабаққа сәттілік. Рахмет. Диана, мен саған бүгінгі сабақта шабыт тілеймін. Рахмет. Милана, саған бүгін сабақта жақсы баға алып тілеймін. Рахмет. Айзере, мен саған бүгін сабағыңды жақсы оқуды тілеймін. Рахмет. Ары, мен саған бүгін сәттілік және жақсы баға тілеймін. Рахмет. Ақмарал, мен саған бүгінгі сабақта жақсы көңіл күй тілеймін. Мархабат, бүгінгі сабақта мен саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Тина, мен саған бүгінгі сабақта көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Рахмет. Айдос, мен саған бүгін сабақта класспен жауапкершілік етесің. Рахмет, Тина. Апай, сізге сабағыңызға сәттілік. Студенттер, біз өткен сабақта саясаттану пәнінің мәні, саясаттану пәнінің негізгі маңыздылығы және де зерттеудегі ерекшеліктерін өттік. Сіздерге үй тапсырмасы осы кестені толтыру берілген. Барлығымыз орындадық па? Онда дәптерлеріңізді қазір ашыңыздарда. Әрбір топта отырған, бір топтан әрқайсыңыз тексеріңіздер. Мына топта Диана, Аружан, ана топта Тина. Сіз жаныңыздағы студенттердің тапсырма орындалған, орындалмаған тексеріп шығыңыздар. Жасау ережелерін қазір алдарыңызда тұрған парақтарға толтырып, өздеріңіздің топтарыңыздағы ережелеріңізді бекітулеріңіз қажет. Жазыңыздар. Топтың ережелері. Ал енді студенттер, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз әлемдік саяси ойлардың даму кезеңдері мен тарихы. Алдыңғы сабақта біз саясаттанудың пәнін зерттеуін өтсек, енді бұл саясаттану пәнінің даму кезеңдері қалай дамығанын өзара түсіндіру арқылы қазір өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, жалпы сабақтың мен қойған мақсатым бұл білім алушылардың 100% сабақтың соңына дейін саяси ойдың даму тарихын талдай отырып, оның негізгі кезеңдері мен бағыттарын, сондай-ақ саяси ойдың қазіргі дамуын талдай алады. Сабақтың жалпы мысалы міндеттері ретінде әлемдік саяси ойдың тарихи кезеңдері мен негізгі бағыттарын қарастыру, саяси ойдың қалыптасуына әсер еткен негізгі идеологиялар мен философиялық тұжырымдамаларды түсіндіру, студенттерге саяси ойдың даму процесімен байланыстыра отырып, қазіргі саяси процестерді түсіндіруге мүмкіндік беру. Жалпы біз әлемдік саяси ойлардың бастаулары деп ежелгі саясат және философияның бастауы болатын ежелгі Греция, ежелгі Мысыр, ежелгі Үндістан және ежелгі Қытайдағы алғашқы саяси ойларды өтеміз. Одан кейінгі жалпы қарастырылатын нәрсе ол Платон және Аристотельдің саясаттың теориялық негіздерін қалыптастырған ойшылдар ретіндегі негізін қарастырамыз. Платонның мемлекет еңбегі, әдебі концепциясы, мемлекет түрлері. Мынау сіздердің алдыларыңызда көрсетіліп тұрған ежелгі саяси ойлардың кезеңіндегі Конфуций болсын, Сократ, Аристотель, Платон, Цицерон болсын, алдыларыңыздағы бұл ежелгі дүниедегі ойшылдар, Цицерон, Сократ, Платон, Аристотель және Конфуций. Келесі бұл орта ғасырлардағы саяси ой, Фома Аквинскийдің жаңағы теологиялық ілімдері,
Әл-Фараби, одан кейінгі Ибн Халдунның араб мәдениетінің өркениетінің даму кезеңдері. Келесі жаңа заманның саяси ойына Монтескье, биліктерді бөлу теориясы, Жан-Жак Руссоның халық егемендігі мен әлеуметтік келісімі, Томас Гоббс пен Джон Локтың табиғи құқықтар және мемлекеттің рөлі туралы теориялары және негізгі еңбектері қатарынан айтылады, беріледі. Фашизм идеясы Бенито Муссолини мен жаңа Гитлердің фашизм идеясы, марксистік саяси ойлар және негізгі саяси философия ойлары. Саяси ойларды қазіргі замандағы жағдайы әрине ол глобализациядан басталады. Глобализация деген жаһандандыру, жаһандану процесі, кейінгі демократия мен авторитаризм жүйесі және экологиялық саясат. Осының барлығы жаңағы даму кезеңдерімен түсіндіріледі. Қазір білесіздер, менің материалмен жұмыс барысында сіздер кесте толтырасыздар. Сол кестенің барысында жаңа тақырыпты түсіну, жаңа тақырып бойынша материалдарды жаңа бекіту, сол жерден толығырақ түсіне аласыздар. Алдыларыңызда кітапта 12-ші бетті ашсаңыздар, саяси ойлар және қазіргі заманғы саяси ойлардың даму кезеңдері ойшылдары мысал келтірілген. Сонымен қатар алдыларыңызда тірек конспектісі бар, қосымша материал ретінде. Қазір сіздерге тапсырма таратамын. Осы жердегі саяси ойдың даму кезеңдері деген жаңағы таблицаны толтырасыздар. Яғни бірінші конспектіні 10 минут оқып алайық, ары қарай осы конспект таблицамен жұмыс жасаймыз. Жақсы ма? Ал енді барлығымыз кестені толтырсақ, Айша, сіз айтсаңыз, орта ғасырлық кезеңдерге қандай саяси ойшылдар жаздыңыз? Августин, Фома Аквинский және Лютер. Мартин Лютер. Жақсы, отырыңыз. Тина, сіз жаңа және жаңаша уақыт кезеңдегі саяси ойшылдарды кімдерді жаздыңыз? Бұл кезде ағартушылық кезеңіне Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро, Гельвеций, Ламетри, Милле, Морелли, Мабли және Радишевті жаздым. Жақсы. Отырыңыздар. Студенттер, қазір біз сіздермен телефондарыңызды алыңыздар. Саяси ойдың даму кезеңдері мен саяси ойшылдарға қатысты тест тапсырмасын өтеміз. Kahoot платформасында табылады, сондықтан телефондарыңызды барлықтарыңыз алыңыздар. Бар болған 8 сұрақ, соған дұрыс жауап беріңіздер. Жақсы ма? Бақылау барлығы мұқтыға шығады. Болдық қой, барлығымыз қосылдық қой? Ойынды бастаймыз. Бірінші сұрақ, жаңағы танымал ежелгі Қытай философы, шешені және саяси қызметкері. Конфуция, дұрыс барлығы. Ежелгі грек философы, мемлекет еңбегінің авторы. Грекиядағы полис деген не мағына береді? Қайсы? Күдетсір оған. Дұрыс. Орта заманның әйгілі философы, ойшылы, теологы. Екінші орын Айша. Студенттер, өте жақсы нәтиже. Қалғандарыңыздың бағаларыңызды жаңа кейінірек Excel таблицасымен көре аламыз. Қазір біз жаңа тақырып бойынша материалдарды бекіту үшін, жаңа материалды түсінгенімізді білдіру үшін барлығымыз дәптерлерімізге бүгінгі терминдермен жұмысты жазайық. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, мына берілген терминдерді дәптерлеріңізге түсініктерді жазыңыздар. Тақтада көрсетілген үй жұмысын қазір дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Саяси философияның пайда болуы деген тақырыпқа
200 сөзден тұратын сараптамалық эссе жазыңыздар, иә? Сараптамалық эссе дегенді білеміз ғой, яғни ол жерде тек қана эссе емес, ол жердегі ақпараттарды, даму кезеңдері, не қайдан пайда болды, солар туралы жазасыздар, жақсы ма? Бүгінгі сабақта не үйренгендіктеріңіз туралы шығу парағын дәптерлеріңізде жазуды сұраймын. Мен таныстым, қызықты болғаны, маған қиын болғаны мен орындаған тапсырма. Яғни бұл өз-өзін бағалау, студенттің өзіне деген баға қоюы. Қазір дәптерлеріңізге осы 4 критерий бойынша жауап жазыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, маған кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Сол себепті мына шығу парағында көрсетілген әрбір сұраққа жеке-жеке жауап берсек, иә? Мен бүгін саяси даму кезеңдерінің әртүрлі саяси ойшылдарымен таныстым. Жақсы, рахмет. Келесі. Маған бүгін қызықты болғаны Kahoot сайтындағы ойындар, сұрақтар, ойнағанымыздың бәрі ұнады. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Қиын болғаны, Айша? Маған бүгінгі сабақта қиын болғаны либерализм сөзін түсіну. Жақсы. Түсінігі қиындау болды ғой, иә? Жақсы, келесі сабақта онда либерализм туралы сізге тағы да қосымша түсіндіремін. Келесі кім? Және мен орындаған тапсырмалар. Барлығымыз бүгін тапсырмаларды орындадық, иә? Дәл сабақтың кезеңінде қатыстық. Сондықтан сіздерге бүгінгі сабақ үшін үлкен рахмет. Барлықтарыңызды жақсы деген баға қоямын. Студенттер, сіздерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Сіздерге көп рахмет. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Сау болыңыз.